Абай Құнанбайұлы 36-шы қара сөзден. Ұят деген адамның адам бойындағы адамшылығы. Иттігіңді ішіңнен өз мойныңа салып, сөгіс қылған қысымның аты. Ол вақытта тілге сөз де түспейді, көңілге ой да түспейді. Көзіңнің жасын, мұрныңның суын сүртуге қолда тимейді. Бір ит боласың. Көзіңмен кісі бетіне қарамақ түгіл еш нәрсені де көрмейсің. Мұндайлыққа жетіп ұялған адамға өкпесі бар кісі кешпесе, яки оның үстіне аямай өртендіріп сөз айтқан адамның адамшылығы жоқ десе де болар. Стыд – это человеческое достоинство, заставляющее изнутри признать свою вину и вынести себе наказание. В такие часы и мысли в голову не идут, и слова как будто теряются. Некогда утереть слезы из глаз и влагу из носа. Он не только не может смотреть людям в глаза, но и вообще ничего не видеть. Тот, кто знает о таких терзаниях, вместо того, чтобы великодушно просить виновного, усиливает его страдания, лишен человечности и милосердия. Абай Кунанбаев from the 36th word. Shame is a feeling of human dignity that colors a man to admit his cruelty or harm and meet out his own punishment. At such times you are incapable of thinking and at a loss for words. You have not time enough to wipe away the layers of the power down. You feel like a traveling car, unable to meet other people's gaze. You are blind to everything around us. The person who knows about such ferments, but instead of magnet mostly.